Бізге достойный министр сельского хозяйства. Бүгінгі таңда сапартыда мен ол кісіге сенім арттырмаймын. 99% латифундистер непорядочный. Жарым жыл болды, осы жер мәселесін көтеріп жүр. Недропользование, землепользование деген. Енді қазақтың ең байлық, біз жиі айтамыз ғой. Сондықтан мына Шымкент пен Түркістанды мен қоя тұрайық. Енді олар арманға отдаленный ғой уже, Атырау жақ. Мына тұрған Ақмола облысында бізде беспредел. Ақмола облысы бойынша біз 3,5 жыл жүрміз ғой. Аудан бойынша, облыс бойынша. Одан кейін администрация президенті есіктерін қағып, соттарға беріп, бүгінгі таңда шаршаған халықтың біріміз. Біздің артымызда 28 мың халық бар. Жерлеріне үміттерін үзіп жүрген. Одан кейін мен көтеретін сұрағым, мынау Ақмола облысы бойынша бізде енді статистика бойынша Германияға, Россияға кеткен орыстар көп қой. Біраз латифундистер, мен сіздерге айтайын, 99% латифундистер непорядочный. Неге десеңіздер, біраз латифундистерде мына жерде Аршалинский аудан деген бар, сол жерде 1200 адам статистика бойынша оларда жағында неде тұр, реестрда тұр. Бірақ оның 80% Россия мен Германияға кеткен орыстар мен немістер. Неге ол жерлердің бәрін государство қайтарып, одан кейін сол жақтағы тұратын қазаққа бөліп бермеген? Ең бірінші сұрақ. Екінші сұрақ жаңағыдай. Мен лично бүгінгі таңда бір достойный министр сельского хозяйства болған жоқ. Бүгінгі таңда сапартыда мен ол кісіге сенім арттырмаймын. Сондықтан біздің өзі требование бізге достойный министр сельского хозяйства. Одан кейін земельный инспектор. Бүкіл әкімдер. Бүгінгі таңда біз айтып, біздің әкім кетті. Мыржықпаев енді министр спорта болды, не важно. Но он точно такой же латифундист болды. Оның орнына біз президентке жазып, мен өзім 1600 хат жаздым. Содан әйтеуір добились, бізге министр МВД-ні әкім қылдырып жіберді. Ол кісі қазір мен қорқам, кетіп қалама деп бас ауыр. Потому что әрбір саланы қараса бүкіл коррупция. Қаншама халық жағдайсыз отырған. Бүкіл ауылдардың бәрі мына приграничный зонаны қарасаңыз, айдала, сайдала болып қалып жатыр. Неге о жақты қазақтар бәрі қайда кетті? Сөйтіп біз ешқандай результат болмай жатыр. Мына жерде Асылхан деген азамат бар. 3 миллион адвокаттарға ақшасы кетті. Қайшама денсаулық кетті. Шашымен қабақ түсті. Неғыдан көріп. Қайшама жаңды. Жерлер 20 жыл бойы ешқандай егістік болмаған. Бірақ акимат алып қоя алмайды. Неге бұл земельный инспекция дегеніміз шығарып отырмыз ғой? Енді заңдастырылды ғой қазір. Теміржанов деген отыр ғой. Неге сол жерлер 20 жыл бойы бидай екпесе, не халыққа пайда болмаса, не оған пайда болмаса, бірақ субсидия алып отыр. Оны бәрі бүгінгі таңда антикор тексермейді. Антикор тексершін, оны қазір 50 жыл тексеру керек. Бұл 30 жылдық мәселе. Ал енді антикордың өз ішіне управлениялар шығару, народный контроль шығару қазір. Мынау құрылтайды бізге көбейту керек. Құрылтайға Алмазбекке риза отырында, бұл әлі басы ғана. Біз уже мирный митинг өткізгенбіз. Мирный митингті заңдастырып өткізгенбіз. Вотум недоверия к судам Акмолинской области, прокуратуре, полиция деп айтқанбыз. Бірақ бізді естіп жатқан жоқ. Неге десеңіз, біздің президентке жау көп. Жаудың бәрі отырған именно государственный и правоохранительный органдарда. Дұрыс. Шындығын айтқан жаңа. Осы жерде бар қазақтар. Жанашыр қазақтар бар. Жанашыр президентке жанашыр етін. Қазір біле, өзі біздің командада отырған 80 адам бар ғой жаңа, менің командам. 80 адам бар, біз президентті қолдаймыз. Аллаға тәуба дейміз да, бізге осы кім болайын десін, мен тәуба деп айтамын. Тоқаев сияқты бізде президент болып отыр. Бірақ соған қолдап жұмыс істетейік десе, құлақ асарғандар бір заң тауып алады. Соттың өзі халықтың пайдасын емес. Соттың өзі латифундистің пайдасын өрейді. Любой лазейка тауып алады да, халыққа напротив шығады. Сондықтан не істейсіз? Қазіргі сонда бәрін сотқа жібереді екен. Қарапайым халық, екі сиыры бар, Назарбаев айтқанда, ол қайдан барып сотқа береді? Адвокаттығымыз 300 мың теңге. Мен ойлаймын, бүгінгі таңда госоргандар адвокаттармен совместно жұмыс істейтін сияқты. Бірдеме болса сотқа бар. Межведомственный комиссия құрдық. Межведомственный комиссияда зам аким области 3 рет айырбасталды. Председатель. Областной. Одан кейін межведомственный комиссия, зам прокурор, зам антикоррупционной службы, зам полиции, зам аким области, бүкіл госоргандар болды. Бірақ жауап сотқа барыңдар. Барды сотқа. Сотқа барғанда не дейді бізге?
Срок давности дейді. Как может быть срок давности? Земля это вечное имущество. Это недвижимость. 195. Ол сенің недвижимость қой саған государстводан беріп отқан. Сөйтіп халықты әбден мақұл қылдырады. Халықтың бәрі ашынады, содан кейін қолдар бейт спускается, сосын кім оңбаған дейді? Тоқаев оңбаған, Назарбаев оңбаған. Бірақ бүгінгі таңда сол президенттерді құртатын осы отырған госоргандағы оңбаған айуан предатель азаматтар деп айтамын. Біз солай шаршағанбыз. Сондықтан менің айтарым бүгінгі таңда, мен айтарым, бізде осы қазір телефондарды тастап бірігейік, қазақтар бірігіп, жеріміз үшін, еліміз үшін. Мына недропользованиені біз қазір қопарып жатырмыз ғой, жан-жақтан не қарап жатыр. Бәрі отырған артында бывший депутаттар, бывший латифундисттер. Енді қазір мен Сапаров деген министр шешеді деп мен сенбеймін, потому что ол кісінің өзінде жерлер бар адам. Жері бар адам, мен ойлаймын осы министерство алып кіргенде министр қылды. КМБ не істейді? Неге КМБ тексермейді? Мына бүкіл туыстарында латифундисттер. Мынау ертең қандай пайда шығарады, если оның бауырлары уже халыққа қарсы жұмыс істеп отыр. Сол Сапаров Северный Казахстанда әкім болды. Әкім болып ол не істеді? Әкім болып кім қарсы шықты? Бәрін через полицияға атап, бәрін жауып тастады. Сөйтті де қаншама штраф төледі. Сөйткен қазақтардың бәрі қолдарын опускай, шаршап кеткен. Сондықтан бүгінгі айтарым, бірігейік бәріміз. Бірігіп жер мәселесін, заңдарын өзгерту керекпіз. Біз қазір мына жерде шеше алмаймыз еш нәрсе. Неге десеңіз, осының бәрін жеткізетін адамдар керек, заңды өзгертетін мәселе керек. Закон это бізге өзгерту керек.